команчелер ұлты бір кездері Америкадағы ең қуатты халықтардың бірі және тарихтағы ең тиімді әскери күштердің бірі болды. Олар көптеген жауларын жеңіп, тек 19 ғасырдың соңына ғана жеңіліске ұшырады. Бүгінгі ролик осы америкалық үндістердің ең жанкештісі команчелер халқы жайлы болмақ. 19 ғасырдағы жергілікті американдықтардың танымал бейнесі олардың үнемі атқа мінген, жеңілмейтін жауынгер ретінде көрсетеді. Әрине, команчелер бұл бейнеге толық сәйкес келгенімен, негізінде бастапқыда барлығы басқаша болған. Команчелер маусымдық олжаны қуып, бір жерден екінші жерге көшіп жүретін көшпелі аңшылар мен жинаушылар ретінде бастады. Олар екі Американың басқа тұрғындарынан артта қалып келді. Аскеттер империясы таңғажайып қалалар салып жатқанда, ирокездер күрделі өркениетті дамытты. Ал команчелер ештеңе салмады және тұрақты қоныстары болмады. Сондай-ақ олар агрессивті болмаған. Бұған себеп олардың анау айтқандай жауынгершілік халық болмағандығында болса керек. Бірақ бәрі 17 ғасырдың аяғында команчелер алғаш атпен танысқан кезде өзгерді. Испандықтар бұл жануарларды команчеларға таныстырды. Ал тайпа осы керемет жануарларды қалай басқаруды және бұл шеберлікті соғыста қалай қолдануды көрсетті. Келесі ғасыр ішінде аңшылар мен жинаушылар үстемдік еткен агрессивті жауынгерлер империясына айналды. Және мұның бәрі атқа міну өнерін меңгергендігінің арқасында болды. Бастапқыда салыстырмалы түрде бейбіт аңшылар мен жинаушылар болған команчелер әскери алпауытқа айналды. Олар атпен жүруді өнерін меңгергеннен кейін олардың мәдениеті соғысқа толығымен бағытталды. Нәтижесінде команчелер қоғамында шектеулер көбейе түсті. Оларда діни құрылымдар немесе көптеген әлеуметтік ұйымдар болмады. Өндірісте, тіпті өнерде болған жоқ. Балалар жастайынан атқа мінуді, аңшылықпен шайқасуды үйренді. Олардың бүкіл өмірі осы үш аспектке негізделді. Кейде команчеларды спартандықтармен салыстырады, өйткені олар да соғысқа толықтай бағытталған мемлекет еді. Команчелар ешкім қарсы тұра алмайтын күшке айналды. Олар өздерімен байланысқа түскен кез келген қауыммен соғыс жүргізіп, әдетте қарсыластарын тас-талқан етіп жеңіске жететін. Бұл бітпейтін жеңістердің бір себебі олардың қаталдығы болды. Егер үндістердің басқа тайпаларына команчелер шабуыл жасайтын болса, бұл үлкен трагедия еді. Бірінші болып жаудың қатарындағы барлық ер адамдар өлтірілетін. Тіпті олар тұтқынға берілсе де, қатаң түрде жойылатын. Ересек балаларды да аямайтын. Ал кішкентай балаларды тұтқынға алып, әйелдерді өлтіретін. Осылайша команчелер толық соғыс жүргізіп отырған. Бұл Америка Құрама Штаттары құрылмастан көп уақыт бұрын басталған еді. Команчелардың әскери күшінің шынында қаншалықты қуатты болғанын бағалау үшін, олар бірнеше жақын жергілікті тайпаларды жоюға жақын болғанын ескеру керек. Америка Құрама Штаттарының орта батысқа экспансиясына қарсы тұрған жергілікті американдықтар бір қатарда тұрып жауға шаппады. Олар негізінде әскери мәдени ерекшеліктері мен дәстүрлері бар жеке халықтардың тобы болды. Команчелер әсіресе басқа үндістерге агрессивті болып, оларды ерекше тиімді түрде жойып отырды. Олар орталық жазықтардан басқа тайпаларды жүйелі түрде ығыстырып, оларға жаңа жерлер іздеуге мәжбүрледі. Тіпті команчелер бүкіл апаши халқын жер бетінен жоюға шақ қалды. Бұл ұлы жауынгерлер бірқатар қақтығыстарда әлсіз апачилерді жеңіп, олардың испандардан қорғау сұрауына себепші болды. Апачи халқының құрамында болған бірнеше тайпалар осы соғыстың нәтижесінде жойылып кетті. Алайда тек апачилер ғана агрессивті шабуылдармен күрескен жоқ. Команчелер паулилерге, осетжилерге, қараяқтарға, кайова және танкапа тайпаларына ауыр соққы жасап, мыңдаған адамдарын қырып, жерлерінен қуып шыққан. 1750 жылға қарай команчелер жазықтарды толықтай бақылады, ал басқа үнді халықтары олардың шекараларын құрметтеді. Команчелердің бақылауындағы аумақты испандар Команчерия деп атады. Бір таңғаларлығы, олардың жері жылдамдықпен ұлғайып отырды. Өз қоғамын толықтай мобильді әскери машинаға айналдырғаннан кейін, команчелер шамамен 150 жыл бойы үнемі өздерімен тайталасушы тайпаларды ығыстырып, жерлерді жаулап алып, тайпаларды қырып салып отырды. Ал толық қырғынға ұшырамаған кейбір тайпаларды өздеріне қосып алды. Американдықтар батысқа қарай жылжи бастағанда, 1823 жылдары команчелермен қақтығыстарын бастап, байқаусызда үлкен империяның шекарасына тап болды. Команчелер Колорадо, Канзас, Оклахома, Нью-Мексико және Техас штаттарын қамтитын шамамен 650 мың шаршы километрді бақылап отырды. Қоса алғанда оларға бағынышты тайпалар болды және шамамен 20 басқа тайпа команчелердің үстемдігін мойындады. Тарихшы Пекка Хэмэлэйннің айтуы бойынша, бұл факт команчелерді жаңа үндістердің бір тайпасы немесе ұлт қана емес, империя етті. Олар жерлерді жаулап алып, басқа халықтар мен мәдениеттерді өздеріне қосып алды. Өздерінің саяси және әскери құрылымдарының арқасында әрекет етіп, бір тұтас мемлекет ретінде келіссөз жүргізді.
Шын мәнінде бұл империя еді. Сол кездегі Комачилер империясы кез келген еуропалық империяларға қарағанда қуатты болатын. Сондықтан испандардың, француздардың және американдықтардың колонизациялау әрекеті әрдайым Комачиларға келген кезде тоқтап қалатын. Әрине, бұл Американың еуропалықты жаулап алуын айтарлықтай тежеді. ақш тарихының бір ерекшелігі, Комачилар мен ақш арасындағы соғыстар көбінесе соғыс деп аталмайды. Алайда Комачилер Техасқа қарсы 40 жылға созылған соғыс жүргізгенін ескермеу қателік болар еді. Бұл соғыс Техас әлі Испания бақылауында болған кезде басталды. Кейін ол тәуелсіз мемлекетке айналған кезде жалғасты және ақырында бұл аймақ ақштың құрамына енгенде аяқталды. Техас рейнджерлері ішінара қоныс аударушыларды Комачилардан қорғау үшін құрылған еді. Рейнджерлер жергілікті американдықтары жүргізген соғыс тәсілдерін тез қабылдады. Бірақ ондаған жылдар бойы Техас Комачилерді тоқтата алмады. Олар тіпті бірнеше рет штаттың ішкі жағына қарай өз аумақтарын кеңейтті. Тек Техас ақшқа қосылғаннан кейін және президент Уиллис Грант Комачиларды жеңуді басты міндет еткеннен кейін ғана олар артқа шегінді. Бұл оқиғалар шамамен 1870 жылдары олардың түпкілікті жеңілуімен аяқталды. 1836 жылы Синтия Энн Паркер есімді әйел Комачилардың шабуылынан кейін тұтқынға алынып, тайпаға ассимиляцияланды. Кейін ол Комачилардың көсеміне тұрмысқа шығып, 1852 жылы Гуана Паркер есімді ұлды дүниеге әкелді. Ол ержеткенде Комачилар халқы жойылу алдында тұрды және Гуана олардың соңғы ұлы көсемі болу үшін дүниеге келген болатын. Жас жауынгер кезінде Гуана Комачилардың батылдығы мен қаталдығының нағыз бейнесі болды. Гуана тайпа көсемі болған жылдары өте жас болған. Ол 1871 жылы небәрі 19 жасында американдық әскерлерге қарсы бірқатар шабуылдарды басқарды. 1874 жылы Гуана 300 Комачи жауынгерін жинап, Команчерияға басып келген америкалық әскерлерге қарсы шабуыл жасады. Көсем әрдайым Комачи ата-бабасы жасағандай американдықтарды біржолата қуып шығаруға бел болды. Олар Адоп Уалс атты сауда бекетіне шабуыл жасады. Онда 28 аңшы жасырылған болатын. Үлкен таңғаларлық жеңістің орнына бұл шабуыл ұзаққа созылған қоршауға ұласты. 5 күнге созылған бұл шайқас жергілікті американдықтардың шегінуімен аяқталды. Комачилар шабуыл жасап, қырып-жоюды жалғастырды, ал американдық әскерлер оларды қуып, азық-түліктерін өртеп, жылқыларын өлтірді. Бұл Комачилардың белін қайыстырды, ал Гуана аман қалған жауынгерлерін берілуге мәжбүр етті және оларды резервацияға көшіруге келісті. Гуана бейбіт кезеңде танымал және қабілетті көшбасшы болып шықты. Ол өмірінің қалған бөлігін Комачилар халқы үшін бейбіт көсем ретінде өткізді. 1870 жылдары Комачилар американдық әскерлердің алдында жеңіліске ұшырайын деп тұрды. ақш-тың жазықтың билеушілеріне қарсы ондаған жылдар бойы сәтсіздіктерінен кейін белгілі бір жетістіктерге жетуінің бірнеше себептері бар еді. Азаматтық соғыстағы қатал шайқастар ақш-қа тәжірибелі және жақсы жабдықталған заманауи қарулы күштер қалдырды. Американдық әскерлер жергілікті американдықтардың негізгі азық-түлік көзін жойып, президент Уиллис Грант олардың билігіне біржолата нүкте қоюға бел байлады. Бірақ басқа да факторлар әсер етті. Олар аурулар. Басқа көптеген үндіс тайпалары сияқты, олар қоныс аударушылармен сауда жасап бастаған сайын шешек пен холера секті аурулардың құрбанына айнала берді. Комачилар бұл аурулармен бұрын ешқашан кездеспеген еді, сондықтан оларда иммунитет болмады. 1816 және 1848 жылдардағы екі кең таралған індет Комачилардың санын 2 есе қысқартты. Шындығында Гуана Паркер бастаған банда 1870 жылдары әлі де қорқынышты әскери күш болғанының бір себебі олардың қоныс аударушылармен, яғни еуропалықтармен бейбіт байланыс орнатудан бас тартуы болды. Олар батысқа қарай жылжып келе жатқан американдықтардан аулақ болды және індеттердің салдарын сезінбеді. Бұл олардың ақш-тың батысқа қарай жылжуына қарсы тұра алатын Комачилардың қалған бірнеше топтарының біріне айналдырды. Осылайша бүгінгі шығарылым аяқталды. Соңына дейін көргенің үшін рахмет. Міндетті түрде каналға тіркел, лайк бас. Және саған ұнайтын тақырыптағы шығарылымдар каналға шыққанын қаласаң, міндетті түрде комментарияға өз идеяңды жазып кет. Міндетті түрде мен оны оқитын боламын.